Benim hasret gemiye, Allah yüzü bana
кезеде тілең бестік аламыз. Сегодня мы прощаемся с любимым детским садом. Малыш и малыш, иди нам в школу надо.
morning, ladies and gentlemen. It is my great honor to introduce to you our graduating class today. As they turn the page to the next chapter of their life, they have something very special to say to you. Thank you as you listen. On behalf of the graduating class, I want to express our thanks. To our teachers, thank you for your ganja and knowledge of patience. You have challenged us to reach inspired us. To our classmates, it's time to form memorial. As we close this chapter and begin a new one, I need to graduate. Are you proud of me? I know my numbers and my ages. I made close of friends and the time sponsor. Benim dostlarım, bizim yeni alışkı nişanımız birinci sınıf aralık göründü. Benim hatta kimlikte bugün benim kilimde canımın basarmen mektep digin bilişti. Toklu dağda çişimiz ama zahacıcımız. Ele sabır ülümüp arkada bakışımız. Kızıp kuncuret kızdık. Bana bakşa bağında. Köpetip elimin utancağında. Kalanda bir kolumda, senin tırar aşağımda. Raksa bolsun edayım, büyük bolsun bağında. Benim keneşkinlikken gözüm açan senemi. Kemi bizden afa var, ama dakika senemi. Ulan kızaymış, akıttı bıçaklaymış. Atarmış yemin arkasını aklaymış. Bugün beşe savaşı, geçen akış okuşu. Mete beşe savaşı, benim baba kokaşı. Kırık ağa düşümüz, sası okak düğümüz. Küçük ata, benim konuşumuz. Bana baksa yaşadık, sebebi bana baskandık. Bana pandemi benim, gözüm gitti baksanız. Valla bakşa talimin esimiz ki sahtanız. Tarbeşin benden bıçaktanız.
bizga bari o'rgatgan apay vargonun alg'osh. Тесно, весело, не скучно, песенку поем послушно. Учимся играть, пляшем и едимся рюкзаком. Үлкен жерде тақтаға, жазамыз бөрмен тақтаға, үлгілі бала боламыз, ретінде мақтанамыз. Қоштастар, мен бүгін бақша менен бала бақша шаттықтың аралы екен танысам мектеп деген әлеммен, достастарының біліммен, даналықпен. Бұл қуаныш себебі бізден қарап ұғарсын, ержетті деп сөйледің, ата-анам қуансын. Кемеміз біздің тоқтады, мектеп бізге жол ашық, қош бол енді балалық, білім жолы басталып. Команда кемеден суға дайындалыңдар, алдыда бізді үлкен өмір күтіп тұр. Ханеке, бәріміз бірге айтайық. Сәлем мектеп, қош бол балалық. Жүздері сондай арайлы, білгенін талмай үйретіп, үмітпен бізге қарайды. Жидей бала бақшасы, патшалардың бақшасы. Осы білім жиналған, Құрметті қонақтар, ардақты ата-аналар және бүгінгі біздің мерекеміздің басты кейіпкерлері, біздің сүйікті бүлдіршіндеріміз. Біздің әрбір баламыз, бұл біздің ұлтымыздың болашағы. Сондықтан да
біз еліміздің білім саласына қойған жалпы мақсат міндеттерінің барлығын өзінің деңгейінде барынша біз орындауға тырысып жатырмыз. Енді біздің бүлдіршіндеріміз кеше ғана осы балабақшаға, мектеп қабырғасына келген сияқты еді. Міне бүгін көз алдыларыңызда өздеріңіздің керемет өнерлерімен міне ән айтып, тақпақтар оқып, бұл өлеңді тек қазақ тілінде емес, бірнеше тілде орындап отырғанын міне барлығымыз көріп, ерекше осындай бір керемет қуанышқа бөленіп отырмыз. Енді осы орайда біз бүлдіршіндерімізге енді біздің балаларымыздың 100% дерлік барлығы оқып, сызып, жазуды біледі. Сондықтан да келесі бірінші сыныпта біздің балаларымыз толықтай 100% дайын деп біз сеніммен айта аламыз. Осы бүлдіршіндерімізге біз ақ жол тілейміз, сәт сапар тілейміз. Бірінші сыныпта енді әрдайым өте жақсы оқып, бізді ата-аналарын үнемі қуанта берсін деген тілек білдіреміз. Енді біздің құрметті ата-аналарымыз, сіздер бізбен бірге үнемі осы әрбір баламыздың біздің жетістігіне қуанып, әрбір қадамына демеу болып, бізбен бірге болып келесіздер. Бұл жалпы осы бір дүниенің барлығы мектеп пен ата-ананың ортақ міндеті деп білеміз. Өйткені бала барлығымызға ортақ. Атаның баласы болма, еліңнің баласы бол деген біз осындай бір ұстанған халықтан өкіліміз. Сондықтан да біз әрбір баланың болашағына үлкен сеніммен, үмітпен қараймыз. Енді осы біздің балаларымыздың алғашқы жүректеріне мейірім мен білімді, тәрбиені ұялатқан осы біздің ұстаздары мен алғашқы тәрбиешілеріне ерекше алғысымызды білдіреміз. Өйткені біздің тәрбиешілер мен ұстаздар осы әрбір баланың бойындағы ерекше бір қабілетті байқап, соны ары қарай дамытуға өздерінің үлестерін қосып жатыр. Сондықтан да біздің осы ұстаздарымыздың, тәрбиешілеріміздің еңбегі осы еліміздің болашағына салынған үлкен бір инвестиция деп білеміз. Енді біздің қымбатты бүлдіршіндеріміз әрдайым осындай жарқырап біз жайнап жүре берулеріне тілектеспіз. Енді алда бізді толыққанды мектеп өмірі күтіп тұр. Барлықтарына оқуда озат, өте үздік оқитын осындай бір керемет оқушы болуларына тілектеспін. Адамға тек қана білімді болу ғана бұл жеткіліксіз екен. Сондықтан да біз әрдайым осындай оқушыларымыздың бойына адалдық, мейірімділік, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсететін осындай бір тамаша біздің бүлдіршіндер болып өсуіне шын жүректен мектеп ұжымы атынан, Ети балабақшасы ұжымы атынан тілектеспіз. Енді біз қазір осы ортаға тәрбиешілерімізді шақырып бір алғысымызды айтқымыз келеді. Осы оқушыларымыздың тәрбиешілері, ұстаздары ортаға келулерін сұраймыз. Нөл асыл мұғалімімізде Әсемай апайымыз. Сондай-ақ тағы біздің тәрбиешіміз осы балалардың жетекшілерінің бірі Мұханова Анна Геннадьевна. Біздің тағы да тәрбиешіміз Назгүл апайымыз. Міне біздің осындай бүлдіршіндеріміздің керемет, тамаша оқушылар болып өсіп келе жатқанына осы біздің мамандарымыздың септігі, осы мамандарымыздың еңбегінің арқасы деп білеміз. Тағы да біздің осы жаңа көрдіңіздер, біздің балаларымыздың барлығы міне осындай кішкентай жасына қарамастан домбырада керемет ойнап отыр. Міне біздің Еркінбек ағайымыздың, біздің осы мың бұрау билеген бишілеріміз, біздің Дилназ апайымыздың еңбегі. Осы балабақшада бірнеше жылдан бері еңбек етіп келе жатқан біздің осы көркемдік жетекшіміз біздің
Шынболат ағамыз, Қуанбай Шынболат ағайымыз. Сосын осы балалардың керемет театрлық өнерін сахнада тамашалап жүрміз барлығымыз, соның барлығы біздің осы Қуаныш ағайымыздың еңбектері. Құрметті қонақтар, ата-аналар, біздің енді осы бүлдіршіндеріміз мектеп алды даярлық тобын аяқтап отыр. Осы оқушыларымызға барлығына сертификат бізге табыстауға рұқсат етіңіздер. Енді қазір бізге ең ерекше бір осындай бір соңына қалдырған біздің тосын сыйымыз, ол біздің қараңыздаршы балаларымыз қандай тамаша ағылшын тілінде сөйлеп отыр. Қандай өлеңдердің бірнешеуін орындай алады. Бірнеше тақпақтарды міне жатқа айта алатын біздің Бен ағайымыз міне. Онда тағы да енді осы іс-шараның барлығын ұйымдастырып жүрген, басы қасында жүрген, күндіз отырмайтын, түнде ұйықтамайтын біздің Динара Файзулла ағайымыз. Енді осынау бір керемет ұжымның басын қосып отырған, осындай бір еліміздің болашағы жарқын болса екен, осы бар жиған білім тәжірибесінің барлығын осы еліміздің өркендеуіне қосып келе жатқан біздің барлығымыздың жетекшіміз Райхан Есберген. Осы біздің барлық іс-шарамыздың барлығын өте бір керемет деңгейде, сондай бір өте тамаша, қараса көз тоятын естелік суреттерді бізге қалдырып жүрген біздің Тайыр ағаймен амандасқан. Онда біздің осы оқушыларымызға сертификаттарды табыстауымызға рұқсат етіңіздер. Сертификат 2025-26 оқу жылында мектеп алды даярлық тобында оқу бағдарламасын сәтті аяқтаған үшін беріледі. Оқу мен тәрбие жолындағы алғашқы қадамың құтты болсын. Алдағы уақытта білімге құштар, зеректі талантты шәкірт болып, үлкен жетістіктерге жете беруіңе тілектеспіз. Болашағың жарқын, қадамың нық болсын. Бұл сертификат Фархазат Дарыға беріледі. Дарының осы балабақшадағы мектеп өмірінен естелік фото суретін дәл осындай үлгіде Жамбыл Абылайға сертификат берді. Нұрдыбай Айсанаға берді. Сертификат Рат Айқынға берді. Сертификат Нұрсейітова Азалияға берді. Сертификат Оразалы Аруға берді. Сертификат Қалдыбек Раян ағалия. Сертификат Жамбыл Тамириске берді. Сертификат Нұрланбекұлы Оспанға берді.
Алтайбек қызы Асияға беріледі. Балаң қарай. Білеміз? Сертификат Мұқатай Марғұланға беріледі. Балаң қарай. Білеміз? Сертификат Ерғазы Адайға беріледі. Балаң қарай. Білеміз? Сертификат Сәндібек Ақжанға беріледі. Балаң қарай. Сертификат Сәндібек Жанеркеге беріледі. Балаң қарай. Қарай. Сертификат Нұрым Аялаға беріледі. Қарай. Білеміз? Жақсы. Сертификат Думанұлы Мағжанға беріледі. Қарай. Балаң. Біле ғой. Рахмет. Сертификат Нұғман Нұрасылға беріледі. Балаң қарай ғой. Білеміз? Бір. Сертификат Асқарбек Алтайырға беріледі. Сертификат Бекежан Мәдиге беріледі. Балаң қарай ғой. Білеміз? Сертификат Бекболатұлы Османға беріледі. Қарай. Білеміз? Сертификат Құдайберген Аңсарға беріледі. Қарай. Білеміз? Рахмет. Сертификат Сапар Жанселге беріледі. Балаң қарай. Сертификат Дулат Аялымға беріледі. Балаң қарай ғой. Жақсы. Білеміз? Сертификат Балғынбек Хақназарға беріледі. Қарай ғой. Балаң қарай. Білеміз? Сертификат Павлова Диораға беріледі. Қарай. Балаң қарай. Сертификат Ағыбай
беріледі. Сертификат Жалғасұлы Даниярға беріледі. Құрметті ата-аналар, зайдите сюда. Мен мүмкін бұдан да бар шығар. Осы екі бала маған 1 жас 3 айында 4 айында келген шығар, да, Динара? Да. 1 жаста. Ну, 1 жасар шамасы, 1 жастан шамалы асқан уақыттары бұл балалар біздің бұл бақшаға памперспен келген еді. Бүгінгі күні біздің балаларымыз қандай деңгейде сіздер? Бұл біздің осы Диди балабақша мен Шамшырақ ұлттық мектебінің ұжымының жетістігі деп айтқым келеді. Сіздерге үлкен алғыс айтқым келеді. Сіздер осынша балаларымызды сіздер бізге санап тапсырып, осындай нәтиже сіздердің алдыларыңызға көрсетіп тұрғаныңызға қызметкерлеріне үлкен алғысымды білдіргім келеді, сіздерге де білдіргім келеді. Рахмет сіздерге. Біздің осы жердегі балаларымыз біздің болашақтағы біздің Шамшырақ мектебіміздің 1-ші сынып оқушылары. Ал енді басқа мектептерге кетіп баратқан біздің балаларымызға ақжол деп айтқым келеді. Сіздер ол мектепте өз балаларыңызды өте жоғары деңгейде дайындықта болғанына өздеріңіз ертең сабақ барысында көз жеткізетіндеріңізге сенімдімін. Рахмет сіздерге, тағы да балалардың жолы ашық